Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Міне біздің кезекті шаушан алушыларымыз келді. Біз қазір ол кісілерге мына 1 квадрат метр жердің шаушандарын салып бастаймыз. Арықтап түсірсең. Құдай қаласа. Бетін аламыз, көресіз шаушанның тығыздықтарын. Бұның астының бәрі биогумус, сол үшін біз тек қана міне қазір мына шаушанның тығыздықтары, міне көріңіздер. Міне шаушанның тығыздықтарын. Қара құрт. Жоқ, ақ құрт бөлек. Балыққа істеген балалардың ақ құрттары ғой бұл. Балықшылар да не алып кете ма? Ақ құрттар алып шығу олар. Иә, дұрыс айтасыз. Шардарға кетіп бара жатқан кезде попут алып кете береді дейсіз ғой. Балықшылар келіп баклажкаларға салып. Көріңіздер, шлаушан калифорнийский, қызыл шлаушандар. Бізде сөйлейді. Тығыздықтары. Көре беріңіздер, мына тығыздықтары мына шлаушандардың. Иә. Мынау міне тығыздықтары шлаушандардың. Ақ құрттар шығып жатыр. Ақ құрттар енді ол біз шлаушандар неге ашылған шлаушандары ғой. Ақ құрттар балыққа деп балалардың араласып кетті да мына жерде. Ақ құрттары өткенде жай жіберсе шлаушандар араласып кетті ақ құрттар. Мен қазір беткі жағын ғана алып беремін, өйткені бұның бетіңгі жағында корым бар. Астында да бар ма? Асты оны бір абайға төгіп шлаушан алып беремін ғой саған бөлек. Дұрыс айтасың. Шлаушан бөлек алып беремін мұны ше. Қазір мына бетінде корымдар жатса, мұның бетінде корымдар тұр ғой қазір. Өйткені біз айырмай тұрып корымдарды. Өзінің тамағы ғой дейсіз ғой бетіндегілер. Өзінің тамағы жеп жатқан. Ірі шлаушандар көбісі туайын деп жатыр, туып жатқандар. Малюктары қаншама бұның ішінде. Жаңа жыбырлап жатқан кілең малюктарды көрсеттім ғой, дәл осы ненің өзінде. Сіз мынаны біреуін алып кете аласыз, астынан көтеріп. Астынан көтеріп. Yok, tımılda. Ana жаққа қатып қоя берме, екіншісін. Астын қатты көтеріп, оны қарақасы жоқ қой. Сіз мына жақты түсіріп тұрыңыз, сіз жер түсірмеңіз, ана жақтан нанды түсіріп тұрыңыз. Мына шлаушанның тығыздықтары, өртендері, ірісі майдасы барлығы. Мына тығыздықтары. Ұсақтары өте көп, майдалары міне көріп тұрғандарыңыздай. Мына майдалардың бәрі өсіп. Bunlar әпшем қызыл шлаушандары. Көріңіздер, келіңіздер, сатып алыңыздар. Сен өзіңнің панигін жайлайды. Бізде сол құдай қаласа теплицамен алсамыз ғой. Осы шлаушанның арқасында биогумус шығару үшін шлаушан алып жатырмыз. Табиғи өнім шығару үшін. Мен қазір бетін алып жатқан себебім, мұның бетінің бәрінде корым мен шлаушандар жатыр. Астында да бар, ол астындағы шлаушандардың барлығын бөлек биогумустан айырған кезде қазір алып береміз. Астының биогумусын бөлек алып. Менде астында әбден 8 ай бойы жатып, қатталған бұлар нағыз табиғи биогумустар. Астының бәрі биогумус, бетінде 8 айдан бері жатыр ма? Беті тек қана азғантай корым бар бетінде, сол азғантай корымда жатқан бұл шлаушандар тығыздықтарын көріп тұрсыздар. Астында биогумусты да алып, биогумусындағы да шлаушандарды алып береміз. Мынаны бір апарып тастап келіңіздер. Пока тұра берсін, екіншісін, үшіншісін сала берейін. Тағы сала берейін. Сала берейін. Астындан шығарамыз. Астында шығарып береміз. Мына тығыздықтарын көре бер. Кел, мына тығыздықтары шлаушандардың. Міне. Майдалары өте көп бұлардың. Өйткені малюктар жаңа шыққан екен. Мына қайтуларда бар, майдалары өте көп. Өйткені неден шыққан екен, уже нелері көкіндары малюкқа айналып қалған екен. Өте жақсы малюкқа айналғаны. Бүгінгі малюктар ертеңгі ірі шлаушандар деген сөз ғой, оның барлығы. Ертең олардың бәрі қайнаған шлаушан болып шығады ол да. Бұлар бір апта, 2 аптадан кейін туып қалған шығар? Иә, мына өте жылдам тез көбейеді ғой. Мына кальциясы барлардың бәрі уже не тастайды, қайтадан көкін тастайды. Ал мына малюктары өте көп. Значит, бұл жақында ғана неден көкіндардың бәрі малюкқа айналған деген сөз. Бір тастап келейін.
Мені пауза қоя аласың ба видеоны? Биогумустардың несін бәрін теріп келіп, шаушандарын тағы да сатып беремін да. Мына видеомызды жалғастырып жатырмыз. Көріп жатсыздар. Біз қазір бетіндегі қорымдары мен шлаушандарды бір сап аламыз. Сосын астындағы биогумус ана жаққа апарып төгіп тастап, ішіндегі шлаушандарын тағы да теріп береміз. Чтоб қалып кетпеу үшін да. Иә, асты уже дайын биогумус шығып тұр. Асты уже биогумус. Бұл биогумустың бәрін кептіріп, елейміз. Алатын не қазір звондап жатыр. Бір куб аламын деп биогумусты. Кубын қаншадан бересіз деп біз сол биогумус алатындарға астының бәрін алып дайындаймыз. Ал енді ар жақтарының биогумустары сатылып, шлаушандар сатылып, ол жерге уже жаңадан қойып қойған. Бұл жақтың бәрі сатылғандар уже бетіне жаңадан көрім тастап, жаңа шлаушан қойып қойғанбыз ол жақтарға. Бұл сатылған жақтар уже. Сатылып кеткен, тек қана Құдай қаласа бұл жерде біз осылай қайтадан үстіне көрім тастап, шлаушан тастап, мына жерді бос қоймай алып келе жатырмыз. Өйткені бізге жер көктемге дейін өте жақсы құнарлану керек. Иә. Көктемге дейін құнарлану керек. Біз қазір мына 1 килодан метр жердің шлаушанын алып, астына биогумусын да алып, жерге көрсетеміз. Мына малюктардың көбін қарасайшы. Ол бесаға ма алмас па, бесаға ма? Жоқ, оны асты биогумус оны. Шашылып кетеді. Биогумус қоясты. Болды. Бұл малюктарын бәрін сатып береміз. Переживай. Алып. Астын бәрі биогумус тоже. Обычно үйде де мысалы гөңнің арасынан шлаушандар шығады ғой. Олар қандай шлаушандар онда? Ол жергілікті шлаушандар ғой, жергілікті шлаушандар. Олар да жүреді гөңнің арасында. Бірақ олар қашып кетеді, ал мыналар қашпайды. Қарны ашып өлсе де осының ішінде өледі, шөлдесе де осының ішінде өледі, ешқайда кетпейді да бұлар. Осы жерде жергілікті гөңнің арасында өмір сүреді бұлар. Қойған жерінде тұрады. Жергілікті шлаушандар қашып кетеді. Олар ұстап тұра алмайсың. Олар жұмыртқаны өте аз шығарады. Ал бұлардың бір коконның өзінен 20-ға жақын малектар шығады деп есептейміз. Міне көріп жатқанымыз малектар өте көп. Өйткені мына кокондар уже ерте тасталынған жер екен, мына кокондардың бәрі малектқа айналып қалған жер екен мына жер. Иә. Малектқа айналған кокондары бұл жерде майда көзге көрінбегенмен жетеді өзінің шлаушандары. Иә. Қазір енді астындағы биогумусын аламыз, ана жаққа төгіп, шлаушандарын тағы айырамыз астынан, тағы да шығады. Паузаға қой.